Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан тарыдан жасалатын десертті дайындап көрсететін боламын. Өте оңай дайындалады. Алдымен тарымызды жақсылап 2-3 қайтара салқын сумен жуып жіберетін боламыз. Осылай сүзгінің көмегімен. Одан кейін үстіне 2 есе, яғни тарымыз 125 грамм бұл жерде, ал сүтіміз 250 мл үстіне құямыз да отқа қойып бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Тарымыз осылай біраз қайнағаннан кейін бір араластырып жіберіп 2 минут күтіп, одан кейін өшіріп, қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Әбден суытуға да болады, немесе осындай жылы күйінде үстіне бұл жерде менде 125 грамм көлемінде 20% қою қаймақ, сметана және де 100 граммдай сгущенка три желанияның қою сгущенкасын құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Егерде тәттірек болған қаласаңыздар, жаңағы қоюлатылған сүтті сгущенканы көбірек қосуға болады. Осылай ыдыстарға салып ұсынуға болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.